Қымбатты көрермендерді, мен сіздерге қазір мына ет тұшпа дейді ғой, не тушенка жасау. Соның бір әдісін көрсетейін. Міне, мына үйректің еті. Осы етті салып жатырмын, кеспей-ақ. Мына грудинка. Мен осылай дайындап жуып алдым. Сосын керегі сәбіз, сарымсақ, кішкентай-кішкентайдан бөліп саламыз. Мына үлкен 0,5 банкаға. Сосын пиязымды жариттеп алдым. Қосатын дәруіштер болды. Ішіне, әр банканың ішіне міне. Әр банканың ішіне бітті ғана лавровый лист сындырып саласыздар. Сосын бір душистый перец, сосын 4-5 ашты бұрыш горшковый. Соны саласыздар. Міне, одан кейін міне мен қазір банкаға салып жатырмын. Банкаға тығыздап салып жатырмын. Міне. Көрдіңіздер ме? Міне, сәбізбен үйректің филесі. Мені салып жатырмын қазір. Бір салқында менің автоклабым. Бұны автоклапқа салам мен. Автоклапта дайындаймын, пісірем. Сосын 0,5 тұз салу керек әрқайсына. Әрқайсына тұз салам. Міне, болды. Автоклап дегенді қазір көрсетейін сендерге. Міне, автоклап деген аппаратымыз осы болады. Іші мынандай. Бүйтіп. Бұл тоқпен жүретіні болады. Мен газбен жүретіні болады. Мына биік болғаннан кейін мен тоқпен жүретін. Мен жұмыс жасап жатырмын қазір. Міне, бұның тоқтағандығы жоқ. Мына аласыздар да, міне 115 градусқа қойып қойдым. Бұл 115 градусқа дейін қайнайды да суы. Сосын өзі өшеді. Сосын 115 градуста мен жаңа банкаларды 30-40 минут ұстаймын. Негізі 30 минут жетеді. Так, міне тушенкаларымыз дайын болды. Міне 24 банка. Бір дегенде 24 банка тушенка дайындадық. Жаңағы үйректің етінен. Өте дәмді болды. Пробный снимать еттім. Енді оны көрсеткен жоқпын сіздерге. Міне дайын. 0,5 банкада 30 минут ұстадым. Жаңағы автоклапта. Сол сияқты балық. Қандай ет түрін тушенка жасасаңыз, өзінің уақыты бар, сол уақытымен істесеңіз болды. Оңай, түкті қиындығы жоқ. Мен талай өзі істеп жатырмын. Сіздер де істеңіздер.